Аманжол Құралай номер 4-ші Аружан балабақшасының тәрбиешісі және менің тәрбиеленушім Амангелді Ардақ. Бүгін біз Ардақ екеуміз ақ бұршақтардан анар жемісін жасаймыз. Ардақ, бұл бұршақтар негізі ас бұршақтары. Бұны тамақ жағында қолдануға болады. Бірақ екеуміз осы ас бұршақтарынан оқу қызметін бастаймыз. Алдымен Ардақ, бұршақтарды ұстап көрші қолмен. Қолмен ұстап көрші бұршақтарды. Түсі қандай? Түсі ақ, жарайсын. Иісі бар ма екен? Иісі жоқ екен, жарайсын. Енді осы ақ бұршақтардан біз қазір анардың жапсырамыз. Ең бірінші бізге керекті ол үшін бұршақтар, желім және де бояу. Ардақ, желімді ала қой. Анардың суретіне желімді жаға қой. Ала қой. Желімді жаға қой. Мен саған көрсетем, көмектесем. Дұрыс, осылай алып желімді жаға қой. Желімді жағып болғаннан кейін осы ақ бұршақтарды біз осы анардың үстіне жапсырамыз. Осылай жапсыра қой. Дұрыс айтасың, ол үшін біз қызыл түсті бояуды аламыз. Қылқаламды ала қой. Қылқаламды аласын. Қылқаламды алып қызыл түске маласында ақ бұршақтардың үстін қызыл түске бояп шығасын. Боя қой. Сонда біздің ақ бұршақтар, қызыл бұршақтар болады. Біздің анар жемісіміз дайын болады. Қане, боя қой. Жапырақтарын боя қой. Әдемі қылып жуа қылқаламды. Енді жасыл түсті ала қой. Жасыл түсті ала қой, жапырақтарын боя. Боя қой жапырақтарын. Жарайсын. Қылқаламды сала қой. Ардақ, бізде не шықты? Анар жемісі шықты, жарайсын. Біз ақ бұршақтардан, осы ақ бұршақтардан қызыл бұршақтар шығардық, анар жемісі шықты, жарайсын. Ардақ, тамаша, өте жақсы орындадың.